шынымен де мүминдер дегеніміз тек мыналар. Бәріміз мүминбіз Алланың рахымымен. Сөйтіп, бірақ Алла Тағала біздерге айтады, шынымен де мүминдер дегеніміз тек мыналар. Ол кім екен ол? Иза зукираллаху важилат кулубухум. Қашан оларға Алла естеріне салынса, мынауың болмайды. Пайызға қарыз алма. Алла Тағала бұл нәрсені жек көреді десе, жүрегі қорқып кетеді дейді. Солай ма еді? Мен білмедім ғой деп. Жүректері қорқып кететіндер. Ва иза тулият алейхим аятуху задатху иманан. Қашан оларға Құрандан мынандай аят бар. Абайла дейтін болсаң болды. Мен білмеппін ғой бұны деп. Жаңағы аяттағы нұр жүрегіндегі иманның нұрына қосылып артады. Ва аля роббихим ятаваккалун. Жүрегі сондай дәрежеде болғаннан кейін олар күллі қиыншылықтарда Раббыларына тәуекел ететіндер дейді. Тәуекел ететіндер. Сондықтан да міне, қашан сізге Алла былай деп айтқан, абайлаңыз десе, болды, осы аят маған жетпей тұрған деңіз. Ары қарай, жоқ енді ол аяттар бар ғой, бірақ енді жағдайды шешу керек қой деген нәрселер, біз бұл тура жолға түспейміз біз. Біз ешқашан сахабалар сияқты шынайы иманда, шынайы тәрбиеде бола алмаймыз, естігеннен кейін бойұсындым деген сөзді айтпайынша. Болды, осылай істейм. Еркек бол, әйел бол, балаңыз болсын сіздің, ата, әжеңіз болсын, қандай жаста болайық, күлліміз Алланы тыңдауда бірдейміз. Күлліміз Аллаға бойұсынуда бірдейміз. Сондықтан осы мінез, естідім, бойұсындым деген нәрсе. Ал юдейлер естідік, уағыз ойна, бірақ орындамаймыз деген. Сол естідік, орындамаймыз деген нәрсені мына үмбеткеде әдемілеп кіргізгісі келіп жатыр. Сол пайғамбарымыздың айтатыны, әлі сондай заман келеді, солардың арттарынан кетесіңдер деген. Міне сол кетпей күресу керекпіз өзімізбен өзімізді. Кетпеуге Алла бізге мүмкіндік берген, кітабын берген, пайғамбарының сүннетін, өмірін берген. Бізде былай жетеді байлық. Керемет жолда болуға, керемет жолды орнатуға да Алланың рахымымен. Міне осыны Аллах Тағала бізден күтеді. Егер осы ниет бізде мықты болса, Алланың жәрдемі жақын бізге. Кім Аллаға жәрдем берсе, мен оларға жәрдем берем деген аяты бар. Сондықтан мына аятты қараңыз, соңын. Сен тек қана естірте аласың, уа пайғамбар, біздің аяттарымызға иман келтірген адамға. Және вахум муслимун сөзді қосты. Иман келтірген және көнген. Алла айтты ма? Болды, көндім. Алла айтты ма? Болды, көндім. Ең қиын жағдай сөзіміздің соңғы сөйлем Ибрахим алейхиссалам Хажар анамызды Меккеге апарып тастағанда. Ең қатты қиналатын жер сол жер болған. Біріншіден әйел адам, екіншіден қасында сәби, үшіншіден тасталып бара жатқан жерде адам жоқ, тамақ жоқ, ештеңе жоқ, шөп жоқ, су жоқ. Арқа сүйеп келген күйеуі кетіп бара жатыр. Алла Тағала оған қайт дегеннен кейін. Ибрахим, мынандай жерге тамағы жоқ, ештеңкесі жоқ жерге бізді тастап бара жатсың ба? Бұл әйел адамның автоматты түрде шығатын ең әуелгі табиғи рефлексі. Жауап бермейді, кетіп бара жатыр. Өйткені Ибрахим біледі, Алланың әмірін орындады, Алла біледі не істеп жатқанын. Бір кезде Раббың бұйырды ма? Көрді бе? Бұрылып, онда Алла бізді жоймайды екен ғой дейді. Тәуекел, шәксіз сенім. Қараңыз, қандай әйел адам. Міне сол әйел адамның жаңағы Исмаил деген баласынан бірдеше заманнан кейін пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи шығып отыр ғой. Көрді бе? Сол анадан дегендей. Соқтан ойлаңыз, еркек па, әйел ма, егер жүрегің Аллаға байланса, онда керемет осындай амалдарды көрсете алады екенбіз біз. Сондықтан жаңағы әйел кісінің сөзі, Раббың бұйырды ма? Онда жоймайды екен ғой бізді. Сол сияқты нәрждеді. Нау болмайды, Раббым Құранда айтты ма? Болды, ертеңнен бастап бұл менің өмірімде болмайды. Осы нәрсе керек тек. Бірақ мінез, естідім, бойсындым.
Алланың бізден қалайтыны осы. Мынау аятта аяттарымызға иман келтірген және көнген, көнген, бойұсынған, соларға ғана естірте аласың дейді. Алла тағала бізді осы аяттағыдай қылсын бәрімізді.